сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 21-ші сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы дауыссыз П мен Б. 9-шы жаттығу мәтінді тыңда. Қызықты сұхбат. Кешке қарай Талап аулаға доп ойнауға шықты. Әжесі қараңғы түскен соң оны іздеді. Талап жоқ. Көрші балалардан сұрады. Манаптан сұрады. Талапты көрмедің бе балам? Хайуанаттар бағында жүр, деді Манап. Қарағым-ау, хайуанаттар бағы несі? Манап нақтылай сөйледі. Қорықпа, әже. Талап хайуанаттар бағында жүр, күні бойы содан шықпайды. Әжесі сырттай бақылап қараса, Талап кішкене ақ-лақпен сөйлесіп тұр екен. Ақ-лақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Мұны естіген әжесі күліп жіберді. Мәтін Айкөлек журналынан. Балалар, енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар. Бір-біріне мынандай сұрақтар қоюға болады. Талап қай кезде аулаға шықты? Әжесі неге Талапты іздеді? Манап Талаптың қайда жүргенін айтты. Талап хайуанаттар бағында не істеп жүр екен? Әжесі неліктен күліп жіберді? Екінші тапсырма. Талап Ақ-лаққа қандай сұрақтар қойды? Талап Ақ-лаққа: Ақ-лақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Деген сұрақтар қойды. Үшінші тапсырма. Ақ-лақ сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Жазылуы ақ-лақ бөлек жазылады, ал айтылуында ақ-лақ болып қосылып айтылады. Түсіндірме. Екі сөз қатар келгенде қ және л дыбыстары қосылып айтылады. Төртінші тапсырма. Мәтіннен П әрпіне аяқталған сөздерді теріп жаз. Мәтіннен табуға болатын сөздер Талап, Манап. Осы Талап, Манап сөздерінің астын сызу керек. Бесінші. Бұл сөздерде П дыбысы қалай айтылып тұр? П әрпінің алдында А дауыстысы тұр. Сондықтан П қатаң естіледі. Яғни П әрпінің алдында А дауыстысы тұр. Сондықтан П қатаң естіледі. Балалар, тапсырма түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Келесі жаттығу 10-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына П және Б әріптерінің тиістісін қойып, сөздерді көшіріп жаз. Әдеп, талап, добы, қорап, жібі. 11-ші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз. Талабы жоқ жас ұлың, жалыны жоқ шоқпен тең. Талап, талабы сөздерін салыстыр, не байқадың? Талап деген түбір сөз. Мағынасы бір нәрсеге ұмтылу, ниеттену, мақсат қою. Мысалы, талап адамды алға жетелейді деп жатады. Ал талабы сөзінің талап сөзінің тәуелденген түрі. Талдауы талап яғни талабы, оның талабы. Мағынасы біреудің талабы, ұмтылысын айтады. Мысалы, оның талабы зор деп айтып жатады. 12-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Бас қатырғыны шеш. Ол үшін әр қатардан қайталанған әріптерді сызып таста. Шыққан сөзбен мақал-мәтел айт. Бірінші қатарда Т, С, Қ әріптері қайталанған. Сондықтан бәрін сызып тастаймыз. Сонда А әріпі қалады. Екінші қатарда О, К, Ц әріптері қайталанады. Сосын Т әріпі ғана жалғыз қалады. Үшінші қатарда Ж, С, П әріптері қайталанады. А әріпі қалады. Сонда ата деген сөздер шығады. Мақал: ата Асқар тау.